Ал мінекей екінші этажға көтерілетін болсақ, екінші этажда жатын бөлмелер. Міне бірінші жатын бөлмені көрейік. Қыздардың бөлмесі өте әдемі, жарық, өзіне жарасымды мебельдармен, обойлармен. Мынау осы екінші этаждың кабинеті көріп тұрсыздар. Және де мынау тағы бір жатын бөлме. Бөлмелерге келетін болсақ, бәрі кең, жарық, терезелері көп, өте әдемі осындай добротный үй сатылымда. Бұл жерде мастер спальнямыз көріп тұрсыздар. Өзінің жеке санторабымен жабдықталған осындай керемет дизайндегі просторный кең бөлмелер. Екінші этажда осымен 4 жатын бөлме. 1, 2, 3, 4. Міне мұнда да өзінің санузелімен осындай санторабы бар бөлек. Осындай керемет жарасымды үй. Және де екінші этажына келетін болсақ, мынау лестницадан ореховый лестница өте әдемі дизайнмен жасалған. Өзінде общий санузел, ана 2 жатын бөлмеге арналған общий санузелі бар. Этажына кірдік. Бұл үйдің кірген кезде сол беткейімізде кухня, задвижные двери өте ыңғайлы жасалған. Ал оң беткейімізде қазақша бөлме, столовая. Қалай атасақ та жарасады, өзіне жарасымды әдемі, уютный бір бөлме. Ал дальше үйге кірсек, просторный әдемі холл, винтовая, красивая, не винтовая, а красивая вырезная лестница. Мінекей мынау зал бөлмеміз, залдың ені өте үлкен, осындай овальный жасалған, жарасымды ремонтымен керемет зал. Және де бірінші этажымызда тағы бір жатын бөлмеміз бар, үлкен адамдарға арналған. Мінекей көріп тұрсыздар. Қонақ бөлме, үлкен кісілерге бөлме десек те болады, өзінің жеке гардеробныймен. Ал үйдің ішінен тағы бір ерекшелігі. Үйдің ішінен летний кухня, баня, соған кіріп кетуге болады. Оны қазір даладан обзор жасайтын боламыз. Кірген кезде сол беткейімізде ас бөлмеміз дедік. Міне көріп тұрсыздар, өзінің островогымен, жарасымды жиһаздарымен осындай керемет дизайндағы ас бөлмеміз. Каменная столешница, қымбат жиһаздар, өте осындай әдемі жарасымды үй Самал 2 мөлтек ауданынан сатылымға шығып тұр. Толық ақпаратты төмендегі номерлерден ала аласыздар.